Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақша, танымалдық және билік деп аталады. Сабақтың мақсаты ақша, танымалдық, биліктің адам өміріндегі рөлін түсіну. Олардың қалай дұрыс пайдалану керек екенін үйрену және де бұл ресурстарды жеке өсу жолында өзгерістерге пайда әкелу үшін қолдану. Бүгін сабақта не өтеміз? Әрқашан өзекті болу және де адамдарға пайда әкелу. Екіншісі, ақша, танымалдық және билік бізге не береді деген тақырып. Және де ақша, танымалдық және биліктің қайырымдылық жасауға қалай көмектесетінін түсіну. Ақша, танымалдық және билік бұл үшеуі де құрал. Олар біз өзгелерге жақсылық жасауға мүмкіншілік беретін дүниеде негізі. Оларды дұрыс пайдалану арқылы біз қоғамға оң әсер етіп, әлемде жақсы бір орындарға, біз елімізді, жерімізді бір әлемдегі бір жақсы орындарға айландыра аламыз негізі. Бәрі де өзіміздің қолымызда. Біз Сингапурға барған кезімізде әлемдің бір екінші дүниежүзілік дамып кеткен елді көрдік. Сол кезде кәсіпкерлер тұрып, бір-бірімізге айттық та, осы дүниені біз де жасай аламыз ғой. Осы дүниенің фундаментін бізде қалап кете аламыз ғой деген сияқты. Біз сол кездегі бір түсінгеніміз, енді оны қалай бастасақ болады деген бір сұрақ келді. Сол кезде кәсіпкерлердің бәрі бір ауыздан өзімізден бастайық дедік. Шынымен де осы өзімізден бастау деген, осы ақшаға деген, танымалдыққа деген, билікке деген бір көзқарасымызды өзгертуден басталады екен де. Ақша жәнегі танымалдық деген бізге бір даусымызды естірту мүмкіндігін береді екен де. Егер біз танымал болсақ, қоғамдағы маңызды мәселелерге назар аударуға болады. Мысалы, менің жеке брендім. Оның ішінде қазір қарап тұрсаңыздар 69 мың адам бар. Оның просмотры, былайша айтқанда, 4,5 миллион. Қазақстан ішіндегі 20 миллион халық болса, оның 4,5 миллион мені қарап жатыр. Бұл деген сіздерге бір хабар телеарнасы сияқты өзіңіздің айтқан ойларыңызды бір жеткізуге бір мүмкіншілік береді екен де. Және де мән беру керек, ол жерде сіз не айтып жатырсыз, ол қоғамға пайдалы ма деген сияқты мәселелер. Сол арқылы жәнегі өзіңіздің бір адамдардың арасына өз орныңызды немесе бір білім беру сияқты бір мәселелерді көтеру арқылы өзіңіздің бір орныңызды таба аласыз. Билік деген жалпы бізге нақты өзгерістер енгізу құралын ұсыналады екен де. Егер де сізде бір билік болса, биліктің иелері, мысалы саясаткерлер, немесе бір бизнестің бір лидерлары, немесе бір заңдар, ережелерді әділеттік пен теңдікті бір бағыттай алатын бір адамдар да, осындай бір адамдар. Және де олар қоғамның әл ауқатын жақсарту үшін маңызды бір шешімдер қабылдай алады. Билік деген бір осындай нәрсе. Әрине, билік кімнің қолына түседі? Сіздің тәрбиеңіз бар болса, әдебіңіз бар болса, сіздің қолыңызға түскені жақсырақ та. Сіз өзіңіздің қоршаған ортаңызға, жәнегі өзіңіздің отбасыңызға бір осыдан бастауыңыз керексіз. Өзіңіздің отбасыңызға бір жақсы бір үкімдер, жақсы бір шешімдер қабылдап, соны бір жақсылыққа шақыру арқылы, бұл үш құралды пайдалану арқылы біз тек өзімізге ғана емес, сонымен қатар басқаларға да жақсылық жасай алады екенбіз. Біздің мақсатымыз осы ресурстарды дұрыс мақсатында пайдалану. Осы және де оларды бір өзгелерге бір көмек қолын созу үшін, әлемді бір жақсырақ ету үшін пайдаланатын болсақ, сол кезде бәрі де бір дұрыс болар екен де. Ақша, танымалдық деген кейбір адамдардың бір жүрегіне кіріп кеткен кезде көп адамдар көтере алмай қалады екен де. Қолдың шапалақтағанын күтіп тұру, кейбір адамдардың бір сені бір мақтағанын күтіп тұру. Егер де сізді былайша айтқанда бетіңізге қатты мақтай беретін болса, ол негізі аса жақсы нәрсе емес негізі. Кейбір кездерде мен де мысал үшін айтайыншы, өзімнің командамды бір жұмыс тапсырам. Олар сол жұмысты
тиянақты түрде орындап шығатын болса, мен оларды бетіне қарай мақтай бермеймін. Мақтаймын, Алла разы болсын деген сияқты. Қысқаша. Бірақ егерде осының бәрі сенің арқанда деген сияқты бір әсірелеп, оның бір мотивациясын көтеріп жіберу мақсатында деген сияқты мақтап жіберетін болсаңыз, онда ана кісі сеніп қалуы мүмкін. Нақты олай болмауы мүмкін, бірақ ана кісі сеніп қалуы мүмкін. Сеніп қалатын болса, ана кісі былайша айтқанда өзінің жолынан тоқтап қалуы мүмкін. Сіз үнемі қарныңыз аш болып, жәнегідей бір определен ресурста жүрген кезде ғана дамисыз. Және де осы ақша, танымалдық, билік деген дүниені өзіміздің түп санамызда, өзіміздің жүрегімізде дұрыс басқара алуымыз керекпіз. Ең бірінші оны өзіміз қалай қабылдаймыз? Бұның бәрі Алла тағаланың берген нығметі ғой. Алла тағаланың берген нығметі. Бәрі де адамдар бірдей, бәрі де Алла тағаланың нығметі деп қабылдайтын болсақ, онда бұндай танымалдықтар жүрегімізге кірмейтін болады, біріншіден. Екіншіден, сіз қоғамға пайдалы бола бастайсыз. Біздің бұл жерге келген кездегі ең басты мақсатымыз ол қоғамға пайдалы болу екенді. Осы дүниелерді білгеніміз өте абзал екен. Сол үшін де, достар, жалпы сіздерге бір тапсырма бергелі тұрмын. Өзіңіздің қоғамдағы немесе өзгелердің өміріне оң өзгеріс жасау үшін ақша, танымалдық, билікті қалай пайдалануға болатын туралы жоспар құрастырыңыз. Алла тағала сіздерге берекетін берсін.